Қалайсыңдар? Бүгін 36-шы күн. Бүгінгі айтатын нәрсе жалғыздық туралы. Допустим, айтады ғой, кейбір уақыттарда адам өзі жалғыз қалу керек. Диалог с самим собой дейді. И бір кезде айтады, жоқ, адам көмектеседі. Адамға проблемасын айту керек деді. Екі жағдай болады. И қай кезде адам өз-өзімен сөйлесу керек, ал қай кезде достарына проблемасын айту керек и адамға, наставникке, менторге бару керек. Екі вариант бар. Адам неге және қай кезде өз-өзімен қалу керек. Когда анализ жасайсың ғой, сен не істедің, осыған дейін не істедің, қандай нәтижеге жеттің, қандай деңгейге өстің, бұл жасаған қателіктерің, анализ вообще. Сен қазір точка аңды анықтау үшін анализ ғой, былай айтқанда, когда сен өзің жасаған ісіңе отчет бересің ғой. Отчет берген кезде сен өз-өзіңмен отырып отчет жасау керексің. Тайыр мен не істедім, бүйттім, не үшін олай істедім деген сияқты өзіңе отчет беру керексің. Сол кезде адам жалғыз қалу керек. Отчетты басқа біреумен отырып жасамау керек. Мен не істедім, сен не істедің деп. Именно өмірдегі отчет, мен осыптара осынша жасадым, осынша адамға көмектестім. Вообще, отчет полный, не істедім, не бітірдім. Ал қалған жағдайда, когда сенде бір ой мазалап жүр, сені бір маза бермейтін ойлар болады ғой, ойланып кететін, депрессия кіріп жіберетін, бір түрлі болып жүресің, өзің іштей бір сұрақ болады, өкініш па бірдеңе. Сол кезде міндетті түрде сен біреумен сөйлесу керексің. Я досың болмасын, я подругам болсын, кім болсын, сен сол адамға өз проблеманы айту керексің. Шынымен, оның алдында төмен көрініп қалам, ол мені чорт деп ойлап қалады, слабак деп ойлап қалады, сөйтіп ойлап қалады, ешқандай ойлап, оның барлығы, ол сен оған не үшін айтасың? Сен оған айтатқан кезде, сен соның решениесін сен өзің табасың. Сол үшін психологқа барған кезде психолог неге? Сен былай істе, сен былай айтпайды ғой. Айтады. Психологтар сұрақ қояды. Сенде не үшін болып отыр? Сен соны қай кезде сезіндің? Осындай деп сұрақ қойып отырады. Психолог, мықты психолог ол, мықты сұрақтар қойылатын адамдар. Когда адам сұрақ қойып, сол проблеманы айтып отады ғой, ішінен шығарып, дауыстап айту керек. Өз-өзімен іштей сөйлеспе. Всегда проблеманы ауыздан шығар, біреуге айт. Сол кезде сен деп өз решениені табасың. Прям ондай. Сен айтып жатырып, сен решениесін таба аласың. Түсінді ма? Сол үшін адамдар психологқа сол үшін барады Америкада, потому что психолог тыңдайтын адам ғой. Сен өзің айта бересің, подругаң айта бересің дегенде көп адамда андай ныть етеді да, жыламсырайды ма, андай айтады. Ныть еткеннен, я думаю, пайда жоқ, но все равно айтып алу керек енді. Подружкалар по-любому ныть етеді ғой, жігітім бүйтеді, мен жігітім бүйтпейді, маған гүл бермейді, анау мынау. Но ондай кезде жылап аласың да, потом сұрайсың, не үшін бермейді екен деп сұрақ қою керек. Не үшін гүл бермейді екен, не үшін былай істемейді екен деп сен подругамен сөйлесу керексің, түсіндің ба? Ол өз ойын айтатындай, может сен жақсы көрмейді деп қудыртуы мүмкін, но тоже в любом случае бүкіл әңгіме сен гүлді не үшін қалайсың да подругамен. Сол туралы бүкілін сөйлесу керек. Сол кезде сен түсінуі мүмкінсің да саған неге бермейтін. Любой проблеманы іштей ойламаңдар, іште сақтамаңдар, айта беріңдер. Андай выговаривать етіңдер. Сол үшін адамдар менторға барады, наставникке барады, коучерге барады, чтобы сол адаммен сөйлесу барысында өз проблеманы шешу үшін. Түсінді ма? Ал қай кезде өзіңмен сөйлесесің, өз-өзіңмен ойлайсың ғой, мен далаға шығып қайтамын дейсің да, өзің бүйтіп ойланып жүресің, план екен бе. Сен, скорее всего, одан депрессия кіріп кетесің. Ондай кезде сен адамға бару керексің. Жалғыздыққа, депрессия, жалғыздық қойсаң, одан сайын грустный өлең, сердце пацана қосылып, депрессия кетесің. Жылайтын өлеңдер тыңдап. Ондай керек емес. Жалғыздыққа барасың, когда сен өз-өзіңе отчет бересің, есеп бересің. Сол кезде баруға болады. Ал басқа проблема болған жағдайда всегда адамға жүгін. Адамның күні адаммен деген сол нәрсе. Адамға энергия беретін басқа адам. Басқа адам айтып кезде сен оның каналына қосыласың, онымен сөйлесесің, ол өз несін айтады. В любом случае сен главный мүдде саған подругаң қандай ақыл айтады емес. Сен ішіндегі бүкілін шығарып тастау керексің просто оған. Түсінсің ба? Сен іштегі нәрсенің барлығын выговаривать ету керексің, өз проблемаңды дауыстап, іштей емес. И сол барысында сен жеңілдейсің бір. Екіншісі, сол айту барысында сен решениесін, шешімін өзің табу мүмкінсің, айтып жатыр. Түсінсің ба?
Сол үшін екі жағдай бар да, адамға все равно адам керек. Бүгін 36-шы күннің негізгі түйіні осы. Дамыңдар, даму тоқтатпаңдар. 36-шы күн. Давай. Gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now.